Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз қазақ тілі пәнінен 8-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ: қосарлама қос сөзді белгілеңіз дейді. Бұл арадағы қосарлама қос сөз әлдекім сөйтіп, әлсіздік бүгін алды артына дейді. Демек, қосарлама қос сөз алды артына болады. Мысалы, алды артына қарамай жүгірді деген сияқты. Екінші сұрақ: тұйық етістік сөйлемнің қандай мүшесі белгілеңіз дейді. Жақсының қасиеті жарыстыру, жаманның қасиеті таластыру. Бұл арадан бізден бірінші сұрап тұрғаны тұйық етістік болу керек және сөйлемнің қандай мүшесі екендігін анықтау қажет болып тұр. Демек, бұл арадағы біздің дұрыс жауабымыз баяндауыштан болады. Үшінші сұрақ: сөздердің орын тәртібі арқылы байланысты көрсетіңіз дейді. Орын тәртібі арқылы байланыс: темір күрек, білімге ұмтылу, сенімді ақта, біздің таласымыз, жұмыстың пайдасы. Бұл арадағы орын тәртібі болып тұрған сөз темір күрек болады. Аралас құрмаласты табыңыз дейді. Сонау төменде әкімнің шамы жарқылдады, қайласы шақылдады. Қуанышым қойныма сыймай, үйге асыға жүгірдім. Қуыршақ шап беріп ұстады да, белбеуімді бұрап жібергенде, жаным ышқынып кетті. Зал тынған жоқ. Естай Сырбайға сөз береді. Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады. Бұл арадағы аралас құрмалас сөйлем. Қуыршақ шап беріп ұстады да, белбеуімді бұрып жібергенде, жаным ышқынып кетті деген жауапты аламыз. Өйткені ол аралас құрмалас болады. Бесінші сұрақ: көп нүктенің орнына керекті дыбысты белгілеңіз дейді. Бұл арадағы құндыз деген сөз болады әрине. Құндыз. Көмектес септікте тұрған тұйық етістікті көрсетіңіз дейді. Көмектес септікте тұрған тұйық етістік. Бұл арадағы жауапқа біз аламыз тұйық етістіктен болып тұрған келуіңмен дегенді. Дұрыс жауап деп аламыз. Өйткені көмектес септік және тұйық етістіктен. Тұйық етістік бізде у жұрнақ арқылы жасалады. Көмектес септік мен, бен, пен. Сондықтан келуің мен деген жауап деп аламыз. Келесі бізде 6-шы сұрақ. 7-ші сұрақ: баяндауышта баяндауышта атау тұлғадағы зат есімден болған сөйлем қайсысы белгілеңіз дейді. Жидебай Шыңғыс елі мен жерінің кіндігі, ертеңгі арман, көп түкірсе көл, ерлік күші, көзінің оты шықты. Бұл арадағы бастаушта баяндаушта атау тұлға болып тұрған Жидебай Шыңғыс елі мен жерінің кіндігі деген дұрыс жауап болады. Жидебай және Шыңғыс деген атау тұлғадағы зат есім. Жай сөйлемдер ішіндегі жайылма сөйлемді табыңыз дейді. Жай сөйлем ішіндегі жайылма сөйлем бізде жаңбыр көп жауды деген болады. 9-шы сұрақ: тұрақты сөз тіркесін табыңыз. Кенет тоқтау, қатты таңдану, ақ боран, мал суару, астына көпшік қою. Бұл арадағы тұрақты сөз тіркесі астына көпшік қою болады.
Дүр сөзінен қандай сөз табын жасауға болатынын көрсетіңіз. Шылау, етістік, зат есім, одағай, қаратпа. Зат есім жасауға болады. Мысалы, дүрс етті. Не дүрс етті? Деген сияқты. Мысалы, мыс, міз шылауларының мағынасы күшейткіш, сұраулық, шектік, болжалдық, лептік. Ертеде бір кемпір мен шал болыпты мыс дейтін болсақ, біз болжаймыз, демек болжалдық болады. Амонимді көрсетіңіз. Жалғыз түйе бақырауық, жалғыз бала жылауық. Жер қабатының әртүрлі жыныстары бар. Балалар жыбырламай, жүгірмей шын болды. Нұриланың жүзінде әлде бір мысқыл жүзіп жүр. Көрші қар жүдеулеу, арықтау көрінеді. Бұл арадағы амоним сөз Нұриланың жүзінде әлде бір мысқыл жүзіп жүр деген жауап болады. Есімшелі сөзді көрсетіңіз дейді. Оқып, оқығалы, тоқығалы, сөйлей, айтар, айтпас, челе, жортып. Есімшелі сөйлі, айтар, айтпас. Келесі сұрақ. Етістіктен болған баяндаушты анықтаңыз. Абай кітапқа үңілді, біз 24-біз. Айтпағым осы, заман жастардікі, жүрісті орыста Құнанбай әлі тіп-тік. Отырыста Құнанбай әлі тіп-тік. Бұл арадағы етістіктен болған баяндауыш, Абай кітапқа үңілді деген жауап келеді. Ыңғайлас, саллас сөйлемдерді байланыстыратын жалғаулықтар қайсысы? Бізде ыңғайлық, саллас жалғаулықтары әрдайым да, де, әрі деген сөздер арқылы байланыс жасайтын жалғаулықтар болады. Тәуелдік жалғауынан соң жалған тұрған табыс жалғауын көрсетіңіз. Тәуелдік жалғау болатын болса, д, сын деген болады. Сондықтан әкесін деген жауап бұл арада сай келеді. 17-ші сұрақ. Тұлғасына қарай одағай түрін анықтаңыз. Мәссаған. Бұл бізде қысқарған түрдегі одағай болады. Мәссаған. Еліктеуіш сөзден жасалған етістікті табыңыз. Еліктеуіш сөзден жасалған етістік бізде селтеңде, ербеңде деп аталады. Үндестің заңына бағынбайтын сөзді көрсетіңіз дейді. Бағынбайтын сөз әпер, бақан деген сөз бізде үндестік заңына бағынбайды. Келесі сұрақ. Қатыстық сын есімді табыңыз дейді. Өте көңілді, үлкен, қалпақты, орта жаста, ақ көңіл. Қалпақты деген бізде қатыстық сын есім болады. Көп нүктенің орнына қажетті әріпті қойыңыз. Көп нүктенің орнына дүрбі болады. Еркін тіркестің бағыныңқы көптік жалғауы жалғанбайтын сөз дұрысын белгілеңіз дейді. Бағыныңқысы көптік жалғауы жалғанбайтын сөз дұрысын белгілеңіз. Шаш өсті деген болады. Ашық, буынды сөздерді табыңыз. Ашық, буынды сөздер бізде үйі, жылы деген сөз. Мысалы, үйі жылы деген келеді. Жылы. Жылы. Бұл бізде ашық, буынды сөз болады.
Шылауы бар сөйлемді көрсетіңіз дейді. Шылауы бар сөйлем бізде шылауы бар сөйлем телементінде қайдада бар болатын деген. Да деген бізде шылауы болады. Сонда дұрыс жауабы телементінде қайда бар болатын. Қайда да бар болатын деген жауап келеді. Мына сөздердің ішінен жалпылау есімдігін табыңыз. Жалпылау есімдігі ол бізде әрине түгел, бүкіл, барша, жалпы деген сөздердің барлығы бізде жалпылау есімдігі болады. Келесі сұрақ. Тонна километр тыныс белгісінің қойылу құпиясы. Тонна километр тыныс белгісінің қойылу құпиясы бізде күрделі өлшем атаулары. КМ деген сияқты қысқартып айтамыз. Күрделі және өлшем атаулары болады. 27-ші сұрақ. Бағының қысы сан есімнен болған тіркес қандай сөйлем мүшесі белгіленіңіз. Картышкадан 40 санын 40 толықтауыш бізде. 28-ші сұрақ. Қосарлама қос сөзді табыңыз. Сөйле, құрбы құрдас, ауызба, ауыз, қолма қол, белгілі белгісі. Құрбы құрдас. Қосарлама қос сөз. Бұның үндестігіне бағынбайтын қосымша жалғанған сөзді табыңыз. Бұның үндестігіне бағынбайтын бұл бізде айлакер оқулық деген болады. Осы дұрыс жауабы. Асқардікі қызмет бұл теріс. 30-ші сұрақ. Қ дыбысы қай буында, қандай буында тұрғанын анықтаңыз. Байқа. Екінші буын және бітеу буында тұрады. Осы жауап болады. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, осы біз 8-ші нұсқаны талдап болдық. Келесі нұсқаны жіберіп алмау үшін біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі тестіде кездескенше.